Барлықтарыңызға сәлем достар, сізбен бірге мен Қасиет достар. Біздің бұл видеомыз яғни 8 мартқа арналған сыйлықтар болмақ. Көбінесе 8 мартқа не беретінімізді өзіміз де білмейміз, сондықтан да қолдан жасап, открытка деген сияқты заттарды сіздермен бірге жасайтын боламыз. Менің видеом яғни адамның өз қолына жасаған зат ең қымбат зат демекші. Мен осы видеоны сіздерге арнап отырмын, және де бұл видеоны соңына шейін көріп кетіңіздер. Сыйлықтарыңыз ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан да видеоны соңына шейін көріп кетіңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, және де каналымды қолдап кетіңіздер. Ал ендеше біз видеоны бастаймыз. Кеттік. Ал енді достар, мен сіздерге қазір қандай заттар керек екенін көрсетіп алайын. Ең бірінші, әрине бізге осындай қалам. Менің қалам кішкентай болып қалды. Қандай жағдай болмасын, біз по-любому сызғанда да, басқа нәрсе жасағанда да қателесеміз, сондықтан да өшіргіш алдық. Кейін бізде керегі осындай сызғыш. Кішкентай сызғыш болса да бола береді. Менде просто осындай үлкен сызғыш. А4 парақ. Осындай бір А4 парақты алып аламыз. Соңғы бізде осындай қатты қағаз керек. Негізі қатты қағаздың қызыл түсі болғанда топ болатын еді вообще. Ал менде қызыл түсі жоқ, только осындай көк бар. Мына бетін қараңыздар еще. Ничего деп жатыр, мына жерге красный қылып андай жұқасын жаға салатын боламын. Өздеріңіз көргендей, менде өте осындай әдемі открытка шыққан болатын. Прям мама деген жазуы бар. Арнайы 8 мартқа. Және де өздеріңіз қалағанша сәндейсіздер, кімнен екенін жазып, күнін, жылын, айын жазып қойыңыздар. Сол кезде прям қызық болады. Себебі кейін мысалға өскен кезде көресіздер бәлкім деген сияқты. Мысалға мына жерлерге тілектер жазып қойсаңыздар болады. Тағы да басқа да суреттер, өздеріңіздің жалпы қалауларыңызды осы ақ парақтың бетіне жазсаңыздар өте күшті болады. Менің жалпы жасаған осы сіздерге ұнады деп ойлаймын. Достар, мен жалпы 8 мартқа влог түсіріп жүрмін. Сондықтан көріп кетіңіздер. Олар деген прям өте қызық болады. Сондықтан да ол видеоны көріңіздер. Ал осы открытканың құр өзін берсеңіздер де болады. Немесе оның жанына бір Альпен-Гольд, немесе Милка деген сияқты шоколадтарды да қоссаңыздар болады. Немесе осының өзін ғана бере салсаңыздар болады. Бірақ шоколадтар қосқан одан да бетер күшті болады деп ойлаймын. Немесе әпкелеріңізді, мұғалімдеріңізді осылай қуантсаңыздар болады. Менің видеом осымен аяқталды. Давайте міндетті түрде мартқа арнап түсірген влогымды көріп кетіңіздер.